Бұл тағамның аты жалғау тұшпара немесе түрікше тұшпара деп аталады. Қысқаша айтқанда жалғауларға арналған тұшпара. Ең алдымен бізге ыдысымызға 2 дана жұмыртқамызды жарып, дәміне қарай тұзды және де жылы суымызды, 1 стакан жылы суымызды құйып, жақсылап араластырып, ұн кеткенше жақсылап қамыр илейміз. Қамыр бізде тым жұмсақ не тым қатты болмау керек. Қамырымызды қойып қоямыз. Осы кезде фарштың үстіне пиязымызды, дәміне қарай тұзды, қара бұрышты және де аздап қана сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Қамырымызды жаямыз. Тым жұқа қылып жайып жібермеңіздер. Қамырымызды жайып болғаннан кейін дәл видеода да кесеміз. Барлығын кесіп болғаннан кейін ортасына фаршымызды саламыз. Осылай жайып шығамыз және де екі жағын осылай жақсылап түйеміз. Жақсылап тұрып түйіп алыңыздар, міндетті түрде ашылып кетпесін. Ұнға қолдарыңызды батырып, осылай тағы да жақсылап тұрып бастырып шығыңыздар, ашылып кетпес үшін. Дәл видеода да кесіп аламыз. Міне осындай болу керек. Енді дайын болған тұшпаларымызды қайнап тұрған сорпаға пісіріп аламыз. Міне осымен дайын. Өзіме қатты ұнады. Сіздер дайындап көрсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын.